Конго-Қырым қанды безгегі вирустық жұқпалы ауру. Жетісай ауданының орталық аурухана қызметкерлері Конго-Қырым қызбасының эпид кезеңі басталғанын хабарлайды. Ағымдағы жылдың көктем мезгілінде жауған толассыз жаңбыр салдарынан алдағы күндері жұқпалы дертті таратушы жәндіктер, яғни қансорғыш кенелердің саны күрт артуы мүмкін дейді сала мамандары. Ал бұл дертпен күресу амалдары қазірде тұрғындар арасында түсіндірме жұмыстарын жүргізу арқылы жүргізілуде. Қазақстанда кенелердің 280 түрі бар, соның ішінде 6-ауы улы болып саналады. Ал оның 2 түрі Түркістан облысында да кезігетін көрінеді. Сонымен қатар аталған облыс аумағы бұл дерттің эпид ошақтары болып саналады дейді сала мамандары. Сондай-ақ Жетісай ауруханасының дәрігерлері мен эпид бақылау мамандары, әкімшілік қызметкерлерінің алдағы жұмыс жоспарына сәйкес Конго-Қырым қанды геморрагиялық қызба дертінің тасымалдаушысы болып табылатын қауіпті жәндіктермен күресу жұмыстарын алдағы уақытта ұдайы жүргізеді. Бұның жасырын кезең деген болады, бұл 14 күн болады. Жасырын кезең деген ағзаға қоздырғыш түсіп, алғашқы белгілері пайда болғанша 14 күн өтеді. Сол аралықта жаңағы қоздырғыш ағзаға түсіп, қанмен бірге кез келген әсіресе қамтитын ағзаларды зақымдайды. Соның салдарынан қан кету болуы мүмкін, ішке қан кету. Асқазаннан, жатырдан, өкпеден, сыртқа да қан кету мүмкін. Аурудың өршіген кезінде мына екпе ине салған жердің өзі қан тоқтамауы да мүмкін. Мұрыннан қан кету мүмкін, иектен қан кету мүмкін. Ауру өте жедел басталады. Немесе науқас өзінің ауру басталғанын сағатына дейін білу мүмкін. Немесе мысал үшін түске дейін дені сау адам түстен кейін бірден температура 39-40-қа көтеріліп, дене бұлшық еттері ауырып, бас ауырып, іш ауырып, жүрек айнып құсуы мүмкін. Бұл майда паразиттер көктемнің алғашқы сәулесімен тіріліп, белсенділігі арта бастайды. Олардың ең белсенді уақыты сәуір мен мамыр айлары. Тамыздың соңында кенелердің екінші өмірі басталады. Ересек дернәсілдер әрі қарай даму үшін қан соруға кіріседі. Ең бірінші ескертетін жайт, кененің шаққаны бірден байқалмайды. Себебі ол ешқандай әсер туғызбайды. Барлық жайсыздық кейін басталады. Жалпы кененің шағуы аса қауіпті емес, алайда кенелер көптеген аурулардың таратушысы болып саналады. Кенелер қалың шөптің, бұталардың құлаған ағаштардың арасында мекен етеді дейді сала мамандары. Біздер кене шаққанда кенені алып, жарақат орнын өңдеп, тазалап, науқасты үйіне жібереміз. Үйіне жібергенде түсіндіріп айтамыз. 14 күн бақылауда болады, 14 күн азанда кешке дене қызуын өлшеу керек. Басқа да белгілері болған жағдайда міндетті түрде тез арада немесе дәрігерге, немесе медбикеге айту керек. Ары қарай дәрігерлер өз іс-әрекетін істейді. 14 күннің ішінде егер де ешқандай белгі болмаса, біз адамды бақылаудан алып тастаймыз. Егер де 14 күннің 13 күні, 7 күні, 5 күні мен жоғарыда айтқан белгілердің ең болмаса 1-2 болған жағдайда тез арада біздің жұқпалы ауру бөлімінде арнайы бокс бар. Осы Қырым қанды безгегі ауруды болған жағдайда жатқызып, ем шара қолдана алатын бізде бокс бар. Сол боксқа орналастырып, сонымен жұмыс істеуіміз қажет. Жұмысымыздың тиімділігін арттыру үшін мал мен оны күту орындарын залалсыздандыру жұмыстарын қатар жүргізу керек дейді орталық дәрігерлері. Сондай-ақ халық арасында түсіндіру жұмыстарын күшейтуге баса назар аудару қажеттігін және де жұрт қауіпті жәндіктерден қалай қорғану керектігін, егер шағып алған жағдайда көрсетер алғашқы көмек жайында толыққанды білулері тиіс дейді медицина қызметкерлері. Аллаберген Құлша, Нұржан Сейдазимов, ақпарат Жетісай ауданынан.